Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Мадина. Егер үйіңізде кішкене ет пен спагетти болса, осындай ерекше тағамды дайындап көріңіздер. Ол үшін бір дана пиязымызды алып, ұсақ етіп кубиктап турап алатын боламыз. Мейлінше ұсақ турасаңыздар, соғұрлым өте әдемі көрінеді. Бұл тағам өте оңай әрі тез дайын болады. Бар болғаны 30 минутта дайын болып шығады. Паста болоньезе деп атайды. Осылай турап алғаннан соң бір тісше сарымсағымызды алып, пышақтың көмегімен басамыз және де кубиктап турап аламыз. Оны да ұсақтап тураймыз. Немесе сарымсақ езгішіңіз болса, ұсақ етіп езіп алсаңыз да болады. Енді жуып тазаланған сәбізімізді аламыз да, видеода көрсетілгендей ең алдымен ұзынша етіп, жұқалап бөліп аламыз. Одан кейін соломкаларға бөліп шығамыз. Мейлінше ұсақ қып тураңыздар. Видеода көрсетілгендей етіп, одан да ұсақ етіп турасаңыздар болады. Сол кезде тағамымыздың подливасы әдемі болып шығады. Видеода көрсетілгендей ұсақ етіп турап алыңыздар. Достар, видео ұнап жатса, лайк басып пікір қалдыра отырыңыздар. Достарыңызбен әлеуметтік желіде поделиться батырмасын басып, бөлісіп қойды да ұмытпаңыз. Қанша мөлшерде қосу керектігі видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын, сол жерден қарап көре аласыздар. Және де болгар бұрыштарын қосып жіберсеңіздер болады. Жасыл, қызыл түстерін пайдаланыңыздар. Табамызға сұйық майымызды құямыз, қызғаннан соң үстіне пиязымызды саламыз. Пиязымызды 1-2 минут қуырамыз қатты отта. Жақсылап араластырып қуырып алыңыздар. Оның үстінен сәбіз, тәтті болгар бұрышымызды қосып, тағы да 1-2 минут көлемінде жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін тартылған сиыр етін қосамыз, жақсылап араластырамыз. Осылай еттерімізді ажыратып аламыз. Сол кезде майда болып шығады. Бір-біріне біріккен етті ажыратып, ұсақтап шығамыз. Жақсылап араластырып, тағы да 2-3 минут аралығында қатты отта қуырып аламыз. Өте әдемі болып қуырылып жатыр. Енді татымына қарай тұз қосамыз. Дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша мен орегано қостым. Өте әдемі иіс береді және дәм береді. Қара бұрыштан кішкене қосып жіберіңіздер. Және де базилик қостым. Дәмдеуіштерді өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай қоссаңыздар болады. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Қызарып әдем болып пісу үшін паприкадан кішкене қосып жіберіңіздер. Жақсылап араластырып аламыз тағы да. Тағамға қызанақты турап қоссаңыздар да болады. Қызартып әдемі түс береді, немесе видеода көрсетілгендей соус немесе томат қолдануыңызға да болады. Осылай қосып алып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді үстінен су құямыз. Осылай батар-батпас болып тұру керек. Су қатты көп құйып жіберудің қажеті жоқ. Астын баяу қойып, 30 минутқа қалдырамыз. Ыдысымызға суымызды қайнатып, тұз салып, спагеттиімізді саламыз да, оны да қайнатып пісіріп алатын боламыз. Қайнаған спагеттиларымызды бөлек ыдысқа саламыз. Одан кейін тарелкемізге салып, бетіне подливамызды құйып, ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, ерекше, тез дайын болатын итальяндық тағам. Әдемілігі үшін бетіне ірімшіктен үккіштен өткізіп қоссаңыздар болады. Бір жесеңіз өте қатты ұнайды, қайта-қайта жеп бергіңіз келетін тағам. Ерекше тағамды арасында дайындап тұрыңыздар. Отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойды ұмытпаңыз. Сіздер бұл тағамды жиі жасайсыздар ма? Егер жасасаңыздар, сіздерге ұнады ма? Видеоның астындағы комментарияға бөлісе кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Келесі видеода кездескенше.